Сізде осы 4 белгі болса, нағыз ақылды адам болғаныңыз. Сәлем достар, сіздерменен бірге тән саулығы арнасы каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бойында осындай 4 белгі бар адам өзін-өзі қолға алса, көп іс тындырып діттегеніне жете алады екен. Әлеуметтік желілерден бәріне үлгеріп жүрген адамдарды көргенде, өзіңізге өзіңіз ұрсасыз ба? Өзіңізге ғана емес, жарыңыз бен балаларыңызды да өз қатарластарымен салыстырып, көңіл күйіңіз түсіп жүрме? Психологтар жалқаумын деп адам өзін жазғырмас бұрын өз әрекеттеріне үңіліп көруі керектігін айтады. Өйткені сіз ойлаған жалқаулық керісінше ақылдылық белгісі болуы мүмкін. Осы орайда мамандар мыналарды жалқаулықпен шатастырмаңыз дейді. Біріншісі, жұмыстың жеңіл жолын іздейді. Көп арасында қиын жұмыс жалқауға беріңіз. Ол жеңіл жолын тауып жылдам аяқтап тастайды деген сөз бар. Дегенмен, логикалық тұрғыдан ойласақ, бұл жерде жалқаулық емес, ақылдылықты байқаймыз. Біреу таңмен таласа тұрып, күні бойы тынбай жүретін шығар. Бірақ соның ісін бір адам 3 сағатта ақ бітіреді. Мұндағы екінші адам ұйқыдан кеш тұруы мүмкін, бірақ ол көп істі жоспарлап жылдам аяқтай алады. Мысалы, қазіргі кезде ұялы телефонның және интернет арқылы коммуналдық төлемдерді, несиені ешқайда бармай ақ төлеуге болады. Сондай-ақ темір жол вокзалына барып, уақытты кетірмей үйде отырып ақ билет сатып алу, дәрігерге жазылу, қажетті медициналық анықтамаларды электрондық үкімет порталынан шығарып алу мүмкіндігі бар. Осы секілді жұмыстарға бір күнді жұмсамай-ақ аз уақытта тындыратын адамды жалқау деуге болмайды. Демек, кез келген жұмыстың оңай әрі жеңіл жолын таба білген адам жалқау емес. Екіншісі, жайбасар. Кейбір адам табиғатынан баяу қимылдайды. Көбіне мұндай жайбасар адамдар істі тыңғылықты атқарады және ісіне ұқыпты болады. Мейлі ол тапсырылған тапсырманы өзгелерден 2 күн кешіктіруі мүмкін, бірақ ешқандай мін таба алмайсыз. Сол сияқты үй тазалауды да 3-4 күнге созып жүретін шығар. Алайда тап-тұйнақтай етіп, әр затты өз орнына қойып реттейді. Кейбір жайбасар адамның асықпай жүріп, көп жұмыс тындырып тастаған өзгелер байқамайды қалады. Сондықтан да жайбасарды жалқаулар қатарына жатқызуға асықпаңыз. Бұл жұмыстың жоғары сапасының ұқыптылықтың белгісі. Ал үшіншісі, көп сөйлемейтін адамдар жайлы. Әдемі сөйлегеннің бәрі шешен емес десек те, біздің түсінігімізде аузы тынбай көп сөйлейтін, кез келген ортамен тез тіл табысып кететіндер пысық. Ал сөзге араласа бермей көбіне шет қалып, үндемей отыратындарды бостау екен, пысық емес деп жатамыз. Ал психологтар бұл сөзге қуатын жұмсамайтындарды ақылдыға жатқызады. Расында да кейбір адам көп сөйлемесе, білмейтін тақырыпқа араласуды ақымақтыққа балайды. Дана халқымыз аз сөз алтын деп бекер айтпаған. Сондықтан да көп сөйлемейтін адамдарды іске қырсыз деу қате. Психологтардың зерттеу жұмыстарына сүйенсек, ақылды адамдар көп сөйлей бермейді. Ал төртіншісі, достары аз. Жылтырағанның бәрі алтын емес. Досы көп, ортасының гүлі боп жүретіндерді пысыққа теңейтіндер бар. Бірақ адамдармен жақсы қарым-қатынас орната білетіндер келіссөзге шебер болғанымен іске епсіздеу келеді. Сондай-ақ досы аз адамды ешкіммен тіл табыса алмайды деп ойлауда қате. Жантану мамандарының айтуынша, ақылды адамның досы санаулы ғана болады екен. Бойында осындай 4 белгі бар адам өзін-өзі қолға алса, көп іс тындырып, діттегеніне жете алады екен. Ал тыңдармандар, сіздерде бұл белгілер бар ма?